Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалған осындай дәмді, керемет сазаннан жасалынған кәуаптың рецептісімен және ет тағамдарына өте керемет үйлесім табатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Лимон шырынын құйып аламын ыдысыма. Tuzumdu салам. Тұзды өздеріңіз қойып, аз қосуларыңызға болады қалауыңызша. Бұршымызды саламыз, қара бұршымызды. Жуамды салып аламын. Кішкене лимон шырыны мен тұзға жуамды кішкене маринадтап аламын. Уқалап аламын осылай. Бұл кезде жуа өзінің бойындағы суын неге береді? Маринадқа береді. Балығымызды саламыз. Балығымызды кішілей қылып турап жіберуге де болады. Мен осылай ірілек болғанын қалаймын. Өздеріңіз кішілеу қылып салсаңыздар да болады. Енді 700 қызанағымды құямын. Мынау қызанақ күз мезгілде мұздатқышта қатырылған қызанақ. Осылай қызанақ шырынын жасап алуға болады одан. Өстіп маринадтауға өте таптырмайтын. Түнеге мұздатқышқа қатырып тастаймын да, кез келген нәрсеге томат шырыны ретінде, аджика ретінде, осындай маринад ретінде кеңінен қолдануға болады. Дүкеннен томат соғын сатып алмайсыз, осылай қолдан үйде тұрған, мұздатқыштан ертіп жасап ала қоясыз. Енді бетін жауып 2 сағатқа қоямын осылай. Арасында бетін ашып, арасында бетіп төңкеріп, бетіп алмастырып, жан-жағын төңкеріп істеп отырмын. Қозғап қоямын арасында. 1,5 литр баклажкаға спашкілерімді салып қоямын. 20 минут суға салып қоямыз осылай баклажкаға. Неке маринадымыз енді дайын. Міне спашкамызға осылай бір жағынан осылай екі жағынан спашкамызды өткізіп аламыз. Кішкентай балықтан өте әдемі шығады. Менің балығым кішкене ірілеу болып тұр. Сізге бүтіндей көрсетейін дегенім негізі. Енді далаға істесе өте керемет болар еді. Енді үй жағдайында бұл жасалған шашлык. Балаларым шашлык деп шашлык жегенін жақсы көреді. Жегісі келеді. Сондықтан ара-тұра осындай қолдан шашлык жасап тұрамын. Мінекей шашлыгымыз дайын болды. Енді мен осындай ыдыстың үстіне қойып, отқа қоямын. Алдын ала пешімді қыздырып қоям. 220 градус бірінші қыздырып алам. Отқа сосын шашлыгымды қоямын, балығымды. 30-40 минут пісіремін. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Бір жағы пісті, енді екінші жағын аударамын. Айналдырамыз, міне. Бір жағы пісті, енді екінші жағын айналдырып, пешке қайтадан қоямын. Өсімдік майын құйып аламын. Өсімдік майын құйып алдым. Тұзымды салам. Қара бұршымды салам. Қант салам. Лимон шырыны. Қыша. Жұмыртқа. Блендерге тартып аламын. Енді сазанымды мындай ыдысқа салам. Осылай бөлік кішкентай ғана шағын бөлікке бөліп алдым. Біріншісін бөлген жоқпын.
жаңағы жасаған соусымызды құямыз. Осылай барлығын жеріне жағуға тырысамыз. Осылай жасадық. Енді 1 немесе 2 сағатқа қоюға болады. Ара-тұра бетін ашып, арасын бетіп төңкеріп қоямыз. Келесі бетін төңкеріп қоямыз. Осылай бетін жауып қоямыз енді. Екінші шашлығымыз де дайын. Енді оны да спашкілерге түйреймін. Егер де темір шампур болып жатса, темір шампурға қадасаңыздар да болады. Мінекей, шашлығымызды спашкамен осылай түйреп алдық. Балдарым осы шашлық жегенді жақсы көреді. Сондықтан осылай дайындап тұрамын. Енді осылай қызған отта шашлығымды саламын. 30-40 минут аралығында пісіремін. Сіздер қарайсыздар, өздеріңіз пештеріңізге байланысты. Bir жағы пісті, қызарып. Енді екінші жағын осылай төңкереміз. Осылай төңкеріп, қайтадан отқа қоямыз. Жарты сағат бір жағы. Шуаны турап алам. Сумақ салам. Тұз салам. Осылай. Араластырып алам жуаға. Қолмен мыжып алуға да болады. Мен осы жолы қолмен мыжымайын деп отырмын. Езбейін деп. Сіздер езіп алсаңыздар да болады. Енді лимонымызды турап саламыз. Лимон қосқанда ұнатпайтындар болса, жаңағы лимонның соғын қоссаңыздар болады. Редискімізді турап саламыз. Қиярымызды турап аламыз. Қызанағымызды тураймыз. Кейін құрып жапырақтарын тураймын. Жуамызды тураймыз. Zeytin mayın koyamız. Жақсылап зeytin mayın koyamız. Енді жақсылап араластырамыз. Енді шашлыкке арналған салат. Өте шашлыкке өте жақсы үйлеседі. Бұл салат. Негізі
ет тағамдарын, протеиндерді осындай көкөніс тағамдарымен жесе өте сіңімді болады дейді. Сондықтан мен осылай жасауға тырысамын. Теке жапырақтарының үстіне осылай салатымызды саламын. Бетіне қара күнжіт дәндерін себемін. Сосын ақ күнжіт дәндерімен осылай әсемдеймін. Укроп жапырақтарымен әсемдейміз. Мінекей салатымыз дайын. Шашлыкке арналған салатымыз дайын. Мінекей шашлығымыз дайын болды. Енді пісіріп аламын. Шашлығымыз дайын. Бүтіндей. Мінекей шашлығымыз пісті. Қазір орналастырамын. Тарелкамызға салып аламыз. Мінекей шашлығымыз дайын. Сазаны. Салатымыз шашлыкке арналған. Мінекей осындай болып піседі. Үй жағдайында дайындалған шашлык.